Сәлем достар, менің арнама хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзбек тағамы дімлама жасаймыз. Бұл рецепттің жасалуында сәл айырмашылықтар бар шығар, бірақ мен өзімнің тәтем үйреткен әдісімен жасайын деп жатырмын. Алдын ала барлық ингредиенттерді дайындап аламыз. Етімізді, мысалға, міне қабырғаларымызды осылай дайындап аламыз. Қызанағымызды, орам жапырағымызды мынандай қылып кесіп дайындап қоямыз. Қатты кішкентай қылмай, үлкен қылып. Картобымызды былайынан үлкенірек қылып кесеміз. Пиязымызды да дайындап аламыз. Міне сәбізіміз, чесногымыз және құйрық майды мынандай жіңішке қылып турап аламыз. Енді осы майымызды қазанымыздың түбіне бір қабат қылып тегістеп салып шығамыз. Бұл құйрық май тағамға ерекше дәм береді және біздің етіміз астына жабысып қалмауға ықпалын тигізеді. Міне осылайынан етімізді енді салып шығамыз. Етімізді салып болғаннан кейін жақсылап тұрып етімізді тұздаймыз. Және дәміне қарай, мен мысалға қара бұрыш қостым. Дәміне қарай өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Мінекей мен қара бұрышымды салдым. Енді чесногымызды саламыз. Енді осының үстіне пиязымызды жақсылап тұрып тегістеп бір қабат қылып салып шығамыз. Пиязымызды міне осылай қолымызбен ажыратып, жақсылап бәрін салып шығамыз. Енді осының үстіне біз сәбізімізді саламыз. Одан кейін қызанағымызды салып шығамыз. Осының барлығын енді жақсылап тұрып тағы да тұздап шығамыз. Тұзымызды себеміз. Бұнда бір айта кететін жайт, тұзымызды алдын ала өзіңіз өлшеп, бөлек ыдысқа салып алдыңыз. Өйткені тағамды тұздау барысында байқаусызда көп тұз салып жіберуіңіз мүмкін. Келесі қабат картобымызды салып, оны да тұздап, бұрышын себеміз. Енді ең соңғы қабат, ол біз жаңағы өзіміздің 40 қабатымызды жақсылап бетін жауып шығамыз. Яғни біздің 40 қабатымыз біздің тамағымызды толығымен жауып тұру керек. Енді әбден бәрін салып болғаннан кейін, мұны да тағы да біраз тұздаймыз да, қазанымыздың қақпағын жауып, тамағымызды енді отқа қоямыз. Басында қатты отқа қоямыз да, біраз пысылдап дауысы шыға бастаған кезде отымызды баяулатып, асықпай 2 сағат пісіреміз. Баяу отта 2 сағат пісіп болғаннан кейін, міне осындай тағам дайын болады. Осылайынан міне қасықпен араластырғанда біздің картобымыз да езілмеген, бәрі біркелкі, бірақ бәрі піскен, өте дәмді тағам шығады. Міндетті түрде достар, жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Өте дәмді тағам, дәмі тіл үйіреді. Менің каналымды соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркеліп қойыңыздар.